Жақсы, жұмыстан алғаннан соң бәрі орнына басқа маман алып келесіз. Сіз айттыңыз, қазір онымен антикор айналысып жатыр деп. Тіпті осы Жамбыл өңіріне осы жердің азаматын, елді, халықты біледі ғой деп, өзі сол құқық қорғау органында жұмыс істеген кісіні осында алып келдік. Реттесін деп. Бірінші. Екінші мәселе. Үш мәселеге тоқталғым келеді. Ең алдымен, не істеп жатыр десіңіз ғой. Мен бірінші ремарка айттым жаңағыдай кісілерді ауыстырмауға. Ауыстыруға болады. Жыл басынан бері бірнеше кісіні ауыстырдық. Шамамен 7-8 өңірде. Соның ішінде мен Жамбылды өзіңізге мысал ретінде айттым. Енді екінші бөлігі сіз сұрап отырған қандай жұмыстар атқарылып жатыр. Жүйелі 3 бағытта жұмыс атқарылып жатыр. Біріншісі, жыл басында біз құқық қорғау органдарын шақырып, осы саладағы қандай коррупцияға тәуекелді рисктер бар деп сыртқы анализ жасатқыздық. Сосын ол кісілер баршасын қандай тәуекелдер белгілеп берді. Оны жою бойынша тиісті жол картасын әзірлеп, сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Яғни өзіміз қорғау органдарын шақырып, қандай сыртқы анализ жасатқызып, талдау жасатқызып, соны жойып жатырмыз. Ол бір. Екіншісі, сіз дұрыс айтасыз, біздің өзіміздің мамандарында қаншалықты ашық, немесе таза жұмыс жасап жатқанына біздің де күмәніміз өте көп. Ол соңғы фактілер бойынша да дәлелделді. Біз өзімізде құқық қорғау органдарына өзіміз бастамалық жасап, қазір бар көлік тексеріп жатқан бір-ақ кісі, біздің маман. Соның да жұмысы қадағалансын деп арнайы жұмыс тобы құрдық. Оған прокуратураның өкілі қосылды, біздің көліктік бақылау болды, әкімдіктің өкілі қосылды. Одан соң сол қылмыстық іске қарсы агенттігінің өкілдерімен келісіп, ол кісілер әр өңірдегі қоғам белсенділерін қосты. Өзіңіз сияқты, жаңа ағайын сияқты қоғам белсенділерін қосты. Сол топ болып бір-бірін қадағалап жүр. Яғни бұрынғыдай бір адам бармайды, бір-бірін мүлдем бермейтін 4-5 кісілер бірге жүр. Сізді соның мүшесі болуға шақырамын. Осы да шамалы болса да жалпы ол жақтағы коррупциялық тәуекелді төмендетуге көмектеседі деп білемін. Бұл екінші шара. Яғни біріншісі сыртқы анализ, екіншісі арнайы бір-біріне қатысы жоқ 5 түрлі органдар және ведомстволардың өкілдерімен жұмыс тобы құрып, олар рейдке шығып. Ол жұмысты бастады. Онда біздің министрліктің өзінің ұстанымымен болды. Үшінші, жалпы бағытқа тоқталатын болсақ, адамның тәуекелі, адам қатысы болмайтын жүйе құру керек. Яғни, ол жақта біздің маманда, басқа маманда ешкім шешім қабылданатын жүйе болу керек. Оның жүйенің бір ғана жолы ол цифрландыру. Биылға жоспарлап отырмыз, Астана қаласында қалаға кіретін 5 түрлі жолдар болса, жаңағыдай Астана басқа карьерлерден алып келеді ғой, құрылыс материалдарын. Сол 5 жолға арнайы камера қойып отырмыз. Алдағы жылға премьер-министрді қолдады, республика бойынша әрбір өңірде үлкен жүк тасымалдайтын көліктер өтетін жолдардың баршасында камера қойып жатырмыз. Сонда адамның қатысу ешқандай болмайды. Біздің көлік бақылаудың да басқанда қатысу қажет емес. Камера суретке алады да, ана көлік ауыр жүк тасып жатса, бірден сергекке береді. Сосын келіп айыппұл келеді. Сондай бізге республика бойынша 220 камера қою керек. Ол жақта да мәселе оңай емес. Біріншіден камераны қоюға, орналастыруға ақша талап етеді. Алдағы бюджетте, мына 2024 жылы алдағы жылымызда біз әкімдіктер шамалы 70-ін, 150-ін республика қояды деп жоспарлап отырмыз. Сол түбегейлі шешуге көмегін тигізеді деп ойлаймыз. Ол үшінші мәселе. Жалпы білеміз, осы сала коррупцияға өте тәуелді екен, жемқорлыққа тәуелді екен, бірақ министрлік, енді сізде дұрыс түсініңіз. Мысалы, әр өңірде 20 маман бар. Орталықта отырып, әр 20 маман не істеп отырғанын қарап отыра алмайсың ғой. Оны комитеттің төрағасы да қайта соларды жинап, таза жұмыс істеңдер. Тек сол мәселе бойынша бірнеше рет жиналыс өткізеді. Ал министрліктің өзінің ұстанымы, қағидаты кез келген коррупцияға нөлдік төзімділік. Ол принципқа, ол қағидатқа толық бағынып жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан сіздің сұрағыңызға бірінші бөлігі жұмыс ауыстыруға болады, ауыстырып жатырмыз басшыларды. Екінші бөлігінде 3 мәселе. Яғни бірінші өзіміз шақырып, біріншісі
тәуекелдердің баршасын айқындадық. Екіншісі арнайы топ құрдық. Үшіншісі цифрландырып жатырмыз. Осы үш бағыт жалпы жағдайды оңайлатуға